Қайырлы күн достар, сіздермен Сандуғаш. Бүгін мен өзімнің лағман жасау әдісімен бөлісетін боламын, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге керек заттар: ет, редька, сәбіз, капуста, чеснок, пияз, бұрыш және қызанақ. Менде бұрыш пен қызанақ қатырылған, осылай жазда қатырып қойсаңыздар, қыстағы қолданғанға өте ыңғайлы. Алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, етімізді қуырамыз. Шамамен 5 минуттай. Осылай еттің суы бөліне бастаған кезде пиязымызды салып, тағы да 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. Енді үстіне көкөністерді саламыз, яғни редька және де сәбіз. Шамамен 10-15 минут қуырып аламыз. Енді үстіне томат салып қуырып аламыз. Одан кейін су құямыз және де дәміне қарай тұз саламыз. Осы кезде соевый соус қосып жіберсеңіздер болады. Менде болған жоқ, сондықтан қоспадым. Енді дайын болуға шамамен 10-15 минут қалған кезде үстінен капуста, помидор, перец және де чеснок саламыз, және өз қалауыңызша қызыл бұрыш, қара бұрыш қосуларыңызға болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ал қамырының жасалу жолын келесі видеоларда көрсететін боламын. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.